Шығыс Қазақстан облысының Зырян ауданындағы мемлекеттік мекемелер бос жұмыс орындар туралы ақпаратты көпшілікке жария етпеген. Ал заң бойынша кез келген мемлекеттік мекеме бос жұмыс орындар туралы мәліметті 3 күн ішінде жұмыспен қамту орталықтарына жолдауға міндетті. Бірақ жергілікті коммуналдық мекеме өкілдері 1,5 жылдан бері заңды белден басып келген. Атап айтсақ, тек жылу электр орталығының өзіне 30 маман қажет екен. Ал бұқтырма инфрасервис мекемесінде 87 орын бос тұр. Бұл мекеме білікті инженер мамандарға ғана емес, қарапайым еден жуушы мен аула сыпырушыға да зар. Ал аудан аумағында жұмыссыз ретінде тіркелген 400 адам екі қолға бір күрек таппай сандалып жүр. Біз заң бұзушылық деректерін ашып, арнайы шешім шығардық. Олар қазіргі уақытта қаралып аталған кәсіпорындар басшылары әкімшілік жауапқа тартылды. Және барлық кемшіліктер түзеледі. Яғни барлық бос тұрған жұмыс орындары туралы деректер еңбекпен қамту орталығына берілді.